Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше кешкі ас азу по-татарски жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең алдымен етімізді ұзынша етіп турап аламыз. Кез келген етті пайдалана берсеңіздер болады. Мендегі сиыр еті. Бұл тамақтың жасалу ретінде барлық керекті заттарды осылай ұзынша етіп тураймыз. 1 штук сәбіз, пияз, картопты ұзынша етіп турап аламыз. Және тұздалған қияр. Қызып тұрған майға картопты фри секілді тұз салмай қызартып қуырып аламыз. 2 штук сарымсақты ұсақтап турап аламыз. Қызарып піскен фриді бөлек ыдысқа салып аламыз. Қызып тұрған майға етімізді салып қуырамыз. Пиязды салып, суы шыққанша тағы бір қуырамыз. Сәбізді салып қуырамыз. Менде қатырылған қызанақ. Егер сіздерде қызанақ болмаса, оның орнына томат пастасын қолдансаңыздар болады. Үстіне қайнаған су құямыз. Тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып, етіміз піскенше ақырын отқа қойып қоямыз. Етіміз пісіп, суы тартылғаннан кейін үстіне туралған қиярды саламыз. Жақсылап араластырып 5 минутқа бұқтырамыз. Дайын фриді саламыз және сарымсақты қосамыз. Картоп езіліп кетпес үшін ақырын жаймен араластырамыз. Және үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ас көп пайдалансаңыздар болады. Асымыз дайын, ас болсын.